Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз торт дайындайтын боламыз, яғни іші өп-өп-пай, сырты осылай оформление жасадым. Туған күндерге, мерекелерге өте тәтті, үйіндегілеріңіз қуанып жейтін торт болып саналады. Яғни алдағы уақытта рецептімен бөлісемін. Аяғына дейін көріп шығып жасасаңыздар болады. Ең алдымен мен шоколадымызды ертіп аламыз, яғни майға осындай водяной баняда ертіп алдым. Алдын ала суып тұру үшін еріп жатқан кезде жұмыртқамызға қантымызды қосып миксерлейміз. Миксерленіп жатқан кезде мен осылай ұнды, какаоны, разрыхлителді дайындап, араластырып қойдым. Сол уақытта біздің водяной банямыздағы шоколадымыз ерітіп, суыды. Сол жұмыртқа массамызға аз-аздан осылай жай қосып алып, миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеп болған соң, ұн, какао, разрыхлителімізді аз-аздан үстіп қосып, миксерлеп алып, дайындап аламыз. Осы уақытта біз печкамызды дайындап қыздырып аламыз. Яғни 180 градуста 10-12 минуттан пісіріп аламыз. Массамыз осындай болып шығу қажет. Ұнымызға байланысты осылай қарап алсаңыздар болады. Осындай қоюлығы осындай, ол ұнға байланысты. Осыны 4 кожға бөліп аламыз. Қағазымызды осылай дөңгелек қылып дайындап алдым. Яғни 4 кожға 4,5-5 қасықтан болу керек. Тоже ұнға байланысты. Мен осылай екеуін дайындап алдым. Дайындап алып, осылай ыңғайлы болады. Дөңгелек қылып алдын ала істеп алып, үстіне қойып шығамын. Істеп болған соң сілкілеп аламыз, тегіс болу үшін. Піскен соң, осындай формада тегістеп аламын. Тортымыз тегіс, әдемі болып шығу үшін. Ал қалғанын қойып қойсақ болады, оформлениеге қолдансақ та болады қалғанын. Осындай қалыңдығы, осындай әдемі болып піседі. Дайын болған соң, біз кремімізді дайындаймыз. Біздің креміміз чиз, сахарный пудрамызды сеуіп, миксерлейміз. Үстіне сливкімізді қосып, миксерлеп аламыз. Мінеке біз миксерлеп болдық, дайын, осылай шығады. Енді жинауға кірісетін боламыз. Жинағанда осылай жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен осылай істеймін. Осылай формада жасасаңыздар тегіс болып шығады. Осылай өзіме ыңғайлы. Осылай корждарымызды пісіріп, холодильникке салып қойсақ та болады. Керек кезде кремімізді жағып, торт жасап алсақ та болады.
Тегістеп болған соң мен 1 сағатқа холодильникке қойып қойдым. Үстіне жағатын креміміз тегіс шығу үшін пропитка осылай жауып қоямын. Жасап жатқан кезде ганажымызды дайындаймыз, яғни шоколад, май, сүтімізді құйып ерітеміз. Еріген соң суытамыз. Суып жатқан кезде біз кремімізді үстіне жағып тегістеп аламыз. Тегістеген кезде менікіндей лопаткамен қолдансаңыздар тез тегістелінеді. Дайын болды. Енді шоколадымызды құйып, оформление жасаймыз. Өздеріңіз үйлеріңізде бар заттармен оформление жасасаңыз болады. Мен тек қана құлпынаймен сәндедім. Екі жастағы баланың туылған күніне болған соң осылай жасағым келді. Осындай әдемі, тәтті, аузда ерейтін болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта әртүрлі торттарды сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен бірге болған тәтті шай Жаңыл Үсенқызы. Рахмет.